Сондай-ақ бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Мега Ақтөбе сауда ойын-сауық орталығында өткен жаңа жылдық ертеңгілікке қатысты. Бұл жерде көп балалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасы балаларына арналып жаңа жылдық бағдарлама ұйымдастырылған болатын. Толығырақ әріптесім Серік Әбдібек. Мерекеге жиналған 50 бала облыс әкімі Бердібек Сапарбаевпен бірге шыршаны айнала ән шырқады. Облыс басшысы өзінің құттықтау сөзінде елбасының тапсырмасына сай әрбір балаға қуаныш сыйлау міндет екендігін атап өтті. Келе жатқан жыл біз үшін ерекше жыл болады. Тәуелсіздігімізге 25 жыл болады. Тағы да енді біраз игі іс-шаралар болады. Мен сіздерді мына келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Барлықтарыңызға денсаулық, үйлеріңізге құт береке, мына балдарымыздың беттерінде, жүздерінде әр уақытта күлкі болсын, ертең осы үлкен азамат болсын. Мынау ағаларының, апаларының барлығының жасап атқаны сендер үшін. Жаңа жыл құтты болсын, жақсылық пенен қуанышқа мол болсын. Шырша мерекесінде балалардың көңілін ертегі кейіпкерлерде көтеріп, сайқымазақтар күлкіге қарық қылды. Дәстүр бойынша ертеңгілікке келген әрбір балаға арнайы сыйлықтар табысталды. Бұндай мерекенің балалар есінде ұзақ сақталары анық. Ойын-сауық орталығы басшылығының мәлімдеуінше, мұндай жаңа жылдық шырша мерекесі Мега Ақтөбе орталығында 3 қаңтарға дейін жалғасады. Ертеңгілік қонақтарына сыйлықтар таратылып, әртүрлі байқаулар өткізу жоспарланған. Серік Әбдібек, Арман Досмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.